Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді сгущенкадан рулет жасаймыз. 15 минутта дайын болады. 4 заттан жасалады. Алдымен сгущенкамызды және жұмыртқамызды салып, 2 есе масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Осылай бірте-бірте миксерлейміз жақсылап. Ұзақ миксерлейсіздер, 10-15 минуттай сол кезде ағарған масса шығады. Содамызды саламыз, содамызды гасить етпейміз, солай сала береміз. Дәмі шықпайды, електен өткізген ұнымызды саламыз. Барлығын осылай араластырып аламыз, миксерлейміз. Осылай әдемі тесто шығады. Протеинімізға салып, 10 минутта пісіріп аламыз. Осылай ыстық күйінде майлыққа ораймыз. 10 минутқа қалдырамыз. Ортасына мен творожный сыр мен сгущенканы жақтым, өте күшті болып шықты. Бірінші жасап көріп жатырмын осылай кремді, өте дәмді шықты. Мен маймен нені жасайтын сгущенкамен, ол да өте дәмді. Қалаған шоколад болса да өздеріңіз қалаған заттарды жақсаңыздар болады. Маған осы крем қатты ұнады. Творожный сыр мен сгущенка өте тема болады екен, реально күшті. Жасап көріңіздер, осындай креммен өте күшті екен. Көп творожный сыр да керек емес. Осылай айналдырамыз. Майлықтың көмегімен, қолдың көмегімен де болады. Осылай айналдырып, холодильникке салып қоясыздар. 3-4 сағатқа салып қойсаңыздар, пропитация етіп, крем өте күшті болып, рулетіңіз 2 есе дәмді болып шығады. Холодильникке солай 3-4 сағатқа қойсаңыз, бұлай да өте дәмді. Қонақтарға қойсаңыздар да болады, немесе өздеріңіздің үйдегі адамдарыңызды қуантсаңыздар да болады. Мен осылай жасап бердім. Менің жолдасыма өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Рецептісі өте оңай. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Күнделікті жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Сіздермен болған Гүлдана ас болсын.